Күн баршаңызға. Мен Ауғанбаева Нұргүл Дихановна, Тараз қаласы номері 34-ші орта мектебінің биология пәнінің оқытушысы. Мен бүгін сіздерге өзімнің 8-ші сыныптарға арналған әдістемелік құралым туралы таныстырғым келеді. Тақырыбым STEM технологиялары негізінде жобалық оқытуды ұйымдастыру. 8-ші сыныптарға арналған әдістемелік құрал. STEM технологиялары бұл білім беруде science, ғылым, technology, технология, energy, инженерия, mathematics, математика пәндерін біріктіріп, оларды тәжірибеге бағыттап, оқытуға арналған заманауи тәсілдер. STEM технологиялары негізінде жобалық оқытуды ұйымдастыру әдістемелік құрал. 8-ші сынып оқушыларына адамның мүшелер жүйесінің құрылысы мен ағзада болып жатқан физиологиялық процестерді түсіндіреді. STEM мен жобалап оқыту бойынша оқушылардың танымдық дағдыларын қалыптастыруға арналған деңгейлік тапсырмалар ұсынылған. Барлық сабаққа қажетті қысқаша теориялық ақпарат пен қысқа мерзімді жоспары құрастырылған. Әдістемелік құрал биология пәні мұғалімдері үшін өте пайдалы. Мұндағы әдістемелік құралдың өзектілігі. Қазіргі таңда елімізде көптеген оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуде, биология пәнін таңдауда және жоғары оқу орындарында медицина бағытын оқуға ерекше қызығушылық білдіруде. Осыған байланысты мектеп бағдарламасындағы биология курсын толықтырып, оқушыларға адам анатомиясы мен физиологиясы туралы терең әрі жүйелі білім беру өзекті болып отыр. Бұл элективті курс 8-ші сынып оқушыларына арналған және олардың ғылыми дүниетанымын кеңейтуге, медициналық бағытта кәсіби бағдар алуына жағдай жасайды. Мақсаты адам анатомиясы мен физиологиясы бойынша білімін толықтырып, сараланған танымдық тапсырмалар арқылы оқушылардың білімін жетілдіру және танымдық дағдыларын дамыту болып табылады. Міндеттері: адам ағзасының мүшелері мен жүйелерінің құрылымы мен қызметін тереңдетіп оқыту. Сараланған тапсырмалар арқылы оқушылардың ойлау, талдау, салыстыру және жинақтау дағдыларын дамыту болып табылады. Анатомия және физиология саласындағы білімді өмірмен байланыстырып қолдануға үйрету. Оқушыларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бағытты және ұлттық бірыңғай тестілеу, олимпиада, ғылыми жобаға дайындау. Салауатты өмір салты туралы түсінігін қалыптастыру және денсаулық мәдениетін арттыру. Мұнда күтілетін нәтиже: оқушылар адам анатомиясы мен физиологиясының негізгі заңдылықтарын еркін меңгереді. Теориялық білімін тәжірибелік тапсырмалар арқылы бекітеді. Ғылыми зерттеу дағдыларын дамытып, өз бетімен ізденуге бейімделеді. Ұлттық бірыңғай тестілеу, олимпиада және ғылыми жобаларға дайындық сапасын арттырады. Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салтын ұстанудың маңыздылығын түсінеді. Жаңашылдығы бұл жерде оқушылардың жас ерекшелігіне сай әзірленіп, деңгейлік және сараланған тапсырмалармен толықтырылған. Әр сабақта теориялық материалмен қатар танымдық тапсырмалар, тәжірибелік және шығармашылық жұмыстар ұсынылады. Курста функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған өмірмен байланысты тапсырмалар кеңінен қолданылады. Ал практикалық маңыздылығы: элективті курс мектеп оқушылары үшін тиімді қосымша білім беру алаңы болып табылады. Курстың мазмұны медициналық мамандықты таңдауда ниеттенген оқушыларға кәсіби бағдар береді. Сонымен қатар оқушылардың анатомия мен физиологиядан алған білімі күнделікті өмірде қолданылады. Салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, еңбек және демалыс тәртібін ұйымдастыру. Бұл курс оқушылардың академиялық жетістігін арттырып қана қоймай, олардың өмірлік дағдыларын дамытуға ықпал етеді. STEM технологиялың биология сабағындағы орны. Бұл тірі ағзалардағы үдерістерді ғылыми тұрғыда түсіндіруге, тәжірибе мен зерттеуді жүйелі ұйымдастыруға, биологиялық білімді практикалық мәселелерді шешуге қолдануға, пәнаралық байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 8-ші сынып биологиясының STEM тәсілі экология, адам физиологиясы, генетика негіздері, молекулалық биология элементтері сияқты тақырыптарда жиі қолданылады. STEM технологиялары биология пәнінде тірі ағзалардағы үдерістерді ғылыми тұрғыда түсіндіруге, тәжірибе мен зерттеуді жүйелі ұйымдастыруға,
Биологиялық білімді практикалық мәселелерді шешуде қолдануға және пәнаралық байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 8-ші сынып биология курсында STEM тәсілі мазмұндық тұрғыдан өте үйлесімді, себебі бұл сыныпта жасушалық, молекулалық, жүйелік және ағзалық деңгейлер бірізді қарастырылады. Қорытындылай келе, биология пәнінде STEM технологияларын қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, олардың логикалық ойлау, талдау, жобалау, есептеу және шығармашылық қабілеттерін жан-жақты дамытады. Бұл тәсіл білімді өмірлік жағдаяттарда тиімді пайдалана білетін, зерттеуге және эксперимент жүргізуге қабілетті, ғылыми тұрғыда ойлайтын тұлға қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әдістемелік нұсқаулық мұғалімдерге STEM тәсілін жүйелі қолдануға бағыт-бағдар беріп, сабақтарды заманауи, практикалық, креативті және функционалды етіп ұйымдастыруға көмектеседі. Назарларыңызға рахмет.